Армысыздар? Бүгінгі біздің іс-шарамыз Нұр-Сұлтан қаласының ішкі саясат басқармасы қолдауымен Рухани қоғам әлемі қоғамдық қорының отбасы мемлекет тірегі деп аталатын диалогты өзіміздің алаңымыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Мира Қойшыбаева, Евразия университетінің мәдениеттанушысы, психолингвист. Мен Қойшыева Лимана Құттыбекқызы, психолог, Қазақстан Республикасының психологтар лигасының мүшесімін және Қазақстан Республикасы телеарналарының сарапшысы. Ал онда бүгінгі әңгімемізді бастайық. Мира, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы мемлекет тірегі дейді. Яғни отбасында ең бірінші шағын мемлекет біздің отбасы болатын болса, онда біздің шағын мемлекетімізде жақсы, бақытты отбасы болу үшін, балаларымыздың болашағы жарқын болу үшін біз осы алдымыздағы отбасы моделі қалай құрастырылу керек? Егер осыдан бастасақ әңгімені. Да, это очень хорошее сравнение. Почему? Потому что вот возьмем в пример организм человека. Организм человека, он состоит из клеток, мельчайших клеток. Здоровье этого организма, оно зависит от здоровья каждой клетки. И по аналогии также и в государстве. Государство, оно само по себе не может существовать без этих всех семей, которые составляют именно все вот это государство. И поэтому очень важно, чтобы каждая семья, она была полноценной, гармоничной, здоровой, для того, чтобы государство было действительно процветающим и сильным. Вот. Поэтому семья — это и есть основа, это и есть вот эта частичка государства, которая составляет основу. Вот, и если мы говорить о том, какое мы хотим иметь государство, если мы хотим понимать, что мы хотим от государства, то мы в первую очередь должны знать, что это мы должны сначала иметь в своей семье. И это должно сначала быть поставлено именно в семье. Демек, біздің өзіміздің шағын мемлекетімізде сол кіші мемлекеттің концепциясын жасауымыз керек, яғни үйдегі отағамыз ол біздің жаңағы президентіміз болса, премьер-министр ол біздің анамыз болса, яғни отанасы деп қазақтар қойып алған, және шағын халық ол біздің балаларымыз. Демек, балалардың болашағы жарқын болу үшін біз сол жаңағы отбасындағы дәстүрді, отбасындағы мәдениетімізді дұрыс қалыптастыруымыз керек екен. Көпшілігінде біздің ата-аналар отбасында өзіміз, яғни балаларға көп көңіл бөлуге уақытымыз болмады деп жатырмыз ғой. Дәл қазіргі уақытта көпшілік ата-аналар мен балалар арасында байланыс үзіліп қалды дейді. Мысалға, өйткені таңнан кешке шейін ата-аналар жұмыста, оқуда, өзінің жаңағы карьералық несімен, жұмысымен, әрбір өзінің алдына қойған жоспарымен, сосын көпшілігінде қазір әкелер де дамып жатыр, аналар да дамып жатыр. Бірақ сол ортада балалар қалып қойып жатыр. Өйткені барлық жерде қаражат керек. Мысалға, репетитор, кружоктар, неше түрлі спортпен айналсын, барлығы ақшаға, қаржыға кеттірілгендіктен көпшілігінде барлығының қалауы орындалмай жатады. Сондықтан да енді осы жерде осы бақытты отбасын дұрыс қалыптастыру үшін, біздің мемлекетіміздің, балаларымыз біздің мемлекетіміздің болашақ тірегі болу үшін біз жаңағы барлығымызға дұрыс қалыпты жоспар құрып беруіміз керек екен. Қазіргі соңғы уақытта және тренд болып жатыр, қаржылық білімді де дұрыс қалыптастыру керек деген бар. Тіпті балалар да қаржыны қалай жұмсау керек, жаңағы білімді игеру керек деген жаңағы осындай курстар өтіп жатыр негізінде. Ұстаным болып жатыр. Ол мысалға трендке айналды қазіргі уақытта. Өйткені қаржы бірінші құндылыққа өтіп кетті. Өзің қалай ойлайсың, мәдениеттанушы ретінде біздің негізгі құндылық отбасында қай жағынан орын алу керек деп ойлайсың? Ну, здесь правильно заметили, что ценности, они немножечко сдвинулись в сторону материальных. И это, как любая крайность, она не является правильной, потому что баланс он нарушен. То есть ценности, истинными ценностями, конечно, материальные не являются. Материализм — это
это стремление к безопасности, это стремление к защите, это базовые, это базовый фундамент, да, но если более-менее все здесь хорошо, то продолжать в этом направлении уже будет, наверное, ошибочно. Если точнее сказать, что все должно быть в гармонии. То есть ценности должны быть обязательно духовно-нравственные в первую очередь, в гармонии с материальными. И если говорить, допустим, о семье, да, что все сейчас в семье идут зарабатывать, то дети, они остаются немножечко ущербными. Им недостает чего-то душевного, семейного, мягкого, то есть то, что в действительности является истинными ценностями. То есть это любовь, потому что у родителей перестает хватать времени на своих детей, потому что они только продолжают выживать, вот, если так скажем, да. Но сейчас я не думаю, что прямо 100% у нас такая жизнь, что только выживать нужно. То есть поэтому здесь нужно этот баланс соблюдать, чтобы в действительности выжить как человеку, а не как животному, если так скажем. Вот. И всегда, если две полноценные личности создали семью, то есть как вот мужчина, если считать вот в идеале самодостаточная и женщина самодостаточная, то они всегда могут договориться, кто будет заниматься материальной стороной, а кто будет заниматься уже непосредственно, как вы сказали, да, вот премьер-министр, управляющий, да, в семье, да, то есть непосредственно уже с маленьким государством. То тогда это и есть та самая гармония, когда вдвоем один идет на внешнюю сторону, на границы, так скажем, государства, а другой занимается уже внутренним порядком, устройством, домохозяйством и воспитанием. Вот. И тогда, но не в том смысле, что один другого там выше или ниже. Нет, это должна быть обоюдная договоренность. Вот, как была она испокон веков. Просто она потом немножко, конечно, видоизменилась. Вот. Пошли какие-то там изменения, конечно. Но в целом вот в этом природа, она все же создает в гармонии, в совершенстве. Вот здесь. Енді осы жаңағы шағын мемлекетімізде балалар қалай бейімделу керек, жалпы отбасының қандай дәстүрлері болу керек. Осы ретте мен өзімнің отбасымның дәстүрімен бөліскім келіп отыр. Бізде әр сенбі жексенбі күні біздің яғни президентіміз, яғни отағасы деп айтамыз, өзінің жаңағы бір тағамын дайындайды. Балалар соған көмектеседі. Енді менде ұлдар ғой көпшілігінде. Ол бізде енді көп жылдан бері келе жатқан дәстүріміз, сенбі жексенбіде біздің жаңағы әкеміз жаңағы неде пеште тауық пісіреді, я болмаса жаңағы әдемі өзінің жақсы қолынан келетін балықты духовкада пісіреді деген секілді сондай тағамдар дайындайды. Ұл балалар үйде кәдімгідей үйдің жақсылап жуып, барлығын тазалап, кілемдерді қағып, сондай бір үлкен сондай жаңағы жасайды, тазалау, үйді тазалау сондай неміз бар, жасап шығады. Генеральный уборка дейді орысша айтқанда. Сондай біздің дәстүріміз бар. Енді қазір бізде келін келді, келініміз бар. Қазір сол дәстүр ары қарай жалғасын тауып жатыр. Үлкен ұлымыз, былайша айтқанда, бір сенбі жексенбіні үлкен ұлымыз алады. Бір сенбі жексенбіні папамыз алады. Міне осындай дәстүріміз бар. Сіздердің отбасыңызда қандай дәстүр бар? Вообще, я прямо вас слушаю, да, мне очень понравилось, потому что это в действительности функции какие, да, вот. С одной стороны, это вот как дастур, отбасның дастуры, а с другой стороны, это же ценность, это воспитание. Воспитание в каком смысле, что дети, мальчики, да, они так же, как и отец, они понимают цену труда, которым занимается мама, женщина, да. То есть вот когда вот таким образом проявляется же взаимоуважение, что очень важно, да. И вообще, конечно, традиции, если вот так вот посмотреть с научной точки зрения, да, традиции
это же такое игровая сторона дисциплины. Это вот формирование, но в такой вот веселой, ненавязчивой игровой форме, да, потому что она всем нравится, но это воспитание и это дисциплина. А дисциплина это такое обязательная составляющая в природе. Вот именно для того, чтобы жить в гармонии с природой, мы должны учитывать все биологические часы, вот, допустим, ложиться вовремя, вставать вовремя, то есть солнышком. Режим питания должен тоже по часам: завтрак, обед, ужин. То есть никаких вот таких вот, как вот бывает вот в современной жизни, ну, в силу там, кто работает, как попало, где-то питаются. То есть это все, оно идет против природы, а значит, оно будет иметь последствия и порой негативные. Вот, поэтому да, вот это. Бізде қазір шынында да денсаулыққа өте көп көңіл бөлетін уақыт, кезең. Қазір байқап қарасақ, бізде салмақ қосу үлкен мәселеге айналып отыр, иә, отбасыларында. Бұл өзің айтып өткенде, мен қазір мысалға ой қорытып отырмын. Сенбі жексенбі көпшілігінде отбасылар не істейді? Неге үлкен сауда орталықтарында мысалға жаңағы дайын тағамдарды сатып алады, иә? Ол жердегі жаңағы зиянды тағамдар көпшілігінде, фастфудтар неше түрлі, иә, кола деген секілді. Осындай тағамдарды ішкеннен кейін оған міндетті түрде онда адам уже тола бастайды. Өйткені өзіміз білеміз ғой, Европаның өзі де сондай бір толып кетуден үлкен бір алдыңғы орынға шыққан ел болып саналады. Демек, біз негізі отбасында бұл жерде тамаққа да ерекше мән беру керек қой. Мысалға, біз көпшілігінде оған мән бере бермейміз, иә. Сосын өзің айтқандай, жаңағы тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса, ол жаңағы адам болашақта да өзінің тұлға ретінде қалыптасуына бір тәртіпке бағынбай, ол өзін орын таба алмайды екен. Алып қарасақ, бұл да өте терең. Былайша алғанда бір жеңіл, жай ғана сөз болғанменен уақыт өте келе ол өзінің мінезінде, оның әдетінде сол қалыптасып қалады екен, иә. Өйткені мысалға таңертең ерте тұрып, жуынып, өзінің жаңағы орнын жинап, мысалға киімдерін жинап, орнын тазалап, сосын барып сабаққа жиналып шығатын бала ертең мысалға жұмыста да, қызметте де өзін сол тәртіпті ары қарай жалғастырады екен, иә. Мысалға жинақылыққа. Қазір көпшілігінде мысалға енді мен маман болғаннан кейін, психолог болғаннан кейін көпшілігінде ата-аналар хабарласып айтып жатады, бізде баланы тыңдата алмаймын деп. Өйткені қазіргі ата-аналар балалардың айтқанын істейді. Керісінше мысалға балалар әке-шешесін тыңдау керек қой. Бізде керісінше ата-аналар балалардың қалауымен өмір сүріп жатырмыз. Соған бейімделіп кеттік дейді. Жалпы біздің енді мәдениеттанушы ретінде өткен өзіміздің аталарымыздың, әжелерімізде осы дәстүрде қалай тәрбиеледі екен? Ол кезде смартфон болған жоқ, ол кезде интернет болған жоқ. Несімен қызықтырды? Қалай денсаулықтары жақсы болды? Қалай олар мысалға атаны сыйлау, әжені сыйлау, үлкенді сыйлау, міне құрмет көрсету, сосын жауапкершілік деген өте үлкен болды ғой, жауапкершілік үлкен. Және мысалға бастаған ісін соңына дейін жеткізу. Бұның бәрі мысалға тәрбие отбасынан басталады. Мысалға. Да. И причина в такой разнице в воспитании именно в том, что у нас сместился фокус ценностей. То есть раньше не ребенок был главный, а ценности были главными. Поэтому, чтобы сохранить ценности, сохранялись традиции, ребенок слушался, потому что это были ценности, слушаться старших. Какие-то вещи делал он от сердца с добром, потому что эти ценности были привиты, что главное это ценности, главное это вот духовно-нравственные качества человека. То есть это было главным. А сейчас у нас фокус сместился, не ценности главные, а ребенок главный. И поэтому здесь уже идет на первом «я хочу». А я это хочу, а я это не хочу. И все, и взрослый ничего не может сделать, потому что здесь крутится вокруг потребностей. То есть сам взрослый
занимается потребностями. То есть мы что? Мы потребители. То и дети тоже, глядя на взрослых, также себя и ведут. Поменялись ценности, сместился фокус. И результат, что теперь мы ориентированы на потребности, на нужды. То есть мы не стремимся теперь вверх, не стремимся к самосовершенствованию, к развитию внутренних высших качеств человека, а мы пытаемся залатать какие-то низшие качества. То есть потребности низших качеств мы туда и опускаемся, и получается деградация общества. И поэтому, если сейчас вернуться, посмотреть, какие действительно истинные ценности у наших предков были, да даже у наших вот дедушек и бабушек, да, чему они нас учили, и начать работать с собой над совершенствованием этих качеств, вот какие вот, допустим, открытость, искренность, щедрость, взаимопомощь. Вот именно, чтобы друг друга поддерживать, да. Бір-біріне қолдау көрсету, кім қиналып жатыр, бірінің үйінде отыны жоқ, бір үйінде суы жоқ, жаңағы суын апарып беру, жаңағы ауылдағы жағдайы төмен, болмаса жаңағы бір жақыны қайтқан отбасына бүкіл ауыл болып барып көмектесіп, көтеріп жіберіп соның жаңағы дастарханын, болмаса соның жаңағы жол жоралғысын деп айтады, мысалға көтеріп жіберетін, содан білінбей кетеді. Қазір мысалға көршілер бір-бірін білмейді деп айтады. Сондықтан да кім екенін қазіргі уақытта сол дәстүрді жалғастырсақ та болады. Кейбір тіпті қалалы жердің өзінде де, микрорайонда кейбір үйлерде, жеке үлкен үйлерде бір-біріменен осы аулаға шығып, үлкен жаңағы шайникпен шай әкеліп, самовар деп айтамыз, самауырмен шай қойып, дастархан жайып, наурызды жасап жатыр. Бұл не үшін? Өйткені көршілер бір-бірін тануы керек, бір-бірімен сәлемдесуі керек екен. Мысалға осы жақында бір үлкен кісімен сөйлесіп қалдым. Ол айтады, мен осы бір үйге көшіп келген кезде жасы да қариясы да бір-бірімен сәлемдеспейді деп. Мысалға енді олар ауылда үйреніп қалған бір-бірімен. Бір ауылдың басындағы кісі аяқ жағындағы бір-бірін таниды. Мысалға бір-біріне қонаққа барады, бір-біріне жаңағы араласып тұрады. Ауырып қалса барлығы барып көңілін сұрайды, қандай көмек керек деп сұрайды мысалға. Бұл да бауырмалдылыққа тәрбиелейді ғой. Сонда ана кісі айтады, енді қала болса да қаланың өзінің заңы бар екен. Мен өзімнің заңымды алып келдім бұл жерге. Өйткені мен қариямын, мен үлгі көрсетуім керек. Айттым дейді, ай бала тоқта. Сәлеметсіз бе, орысша сөйлесті дейді, неге менімен сәлемдеспейсің? Сосын айтты дейді, мен сізді танымаймын деп. Танымасаң, таныс болайық, мен сенің көршіңмін, бүгіннен бастап сәлемдесуді ұмытпа деп. Сонымен келесі күні тағы да екіншісімен сәлемдестім. Әдейі жаңағы лифтпен ары түсем, бері шығам, барлығымен сәлемдесіп, барлығымен таныстым дейді. Одан кейін айттым дейді, осы жаңағы этаждың, осы қабаттың несін жасайық, неділгі подъездің толығымен чатын жасайық деп. WhatsApp-тан чат құрып алыпты. Чаттың админі болып, сол жерде жаздым дейді. Күнде тұрып таңертең әңгіме айтамын дейді. Қалайсыңдар, көршілер амансыңдар ма? Үй ішің аман ба? Балаларың аман ба? Жақсы ояндыңдар ма? Кімге қандай не керек, көмек керек? Көмек сұрамаса да, демесе де, бір ауыз жылы сөзімізді айтайық бір-бірімізге деп, өзімнің күнделікті таңертең бір жақсы жылы сөзімді чатқа жіберіп отырам дейді. Ойладым дейді, бір-екеуі шығып кетті дейді, бірдесін шығып кетті дейді, неге мен рұқсатсыз қосасың? Бірақ кейін қайтадан қосуымды сұрады дейді, біраз уақыттан кейін. Ал енді оны бәрін жасап алғаннан кейін, бір 2 апта өткеннен кейін бүкіл жаңағы қуатым бәрі кетті ма, шаршадым ба, қой деп сонымен жаңағы ұмытып жай біраз жүре бастадым. Бір күні қарайын, бірінен кейін апа қалыңыз қалай? Апа жақсысыз ба? Сізге дүкенге бару керек емес па? Сүт ала келейін ба? Анау неде чатта отырып жазып жатыр дейді. Кімге сүт керек, кімге нан керек? Мен келе жатырмын жоғары қарай, жолдан тастап кетейін деп. Міне, қандай жаңағы керемет нәрсе, бойым жылып, сондай бір көңіл күйім болмай отырады, демалып қалдым дейді. Бір домда кәдімгідей осылай бір-бірімізбен кәдімгі бір отбасының несінде жаңа жандарындай
бір бірімізбен жаңағы қар баласы әңгімелесіп кеттік дейді. Соны айтады, мен айтамын, бұл сіздің еңбегіңіз, бұл сіздің мысалға жасаған бір ғана әрекетіңізден болып отыр, ал егер сіз соны бастамасаңыз, онда ол сол күйінде жүре берген болар еді. Ал оны жастар ары қарай жалғастырып кетті. Иә, ол айтады, мен ризамын жастарға, менің айтқанымды қағып алды, бастадым, ары қарай жалғастырып кетті дейді. Қазір мысалға су болмай қалады, я болмаса свет, я болмаса кімде қандай жағдай, я болмаса қайсы үйде қариясы бар, мысалға, я бір-біріне хабарласып, бір-бірінің жағдайын сұрап жатыр дейді. Міне, керемет. Демек, бұл біздің ауылдың, біздің аталарымыздың дәстүрі ғой. Бізде тағы да қандай тағы да не қосуға болады бұл жерде? Біз балаларымыздың болашағы керемет жақсы болу үшін, жан-жақты болып өсу үшін, иммунитеті жақсы қалыптасу үшін, қазақ ретінде мысалы ұлт өзінің ұлтжанды болып өсу үшін, елінің жерінің патриоты болу үшін қандай негізгі бір нелер керек, қажетті ұстанымдар, жаңағы қабілеттер, қасиеттер, мінез, ғұрып, әдет қалыптастыру керек. Ну вот в первую очередь, конечно, вот как вы правильно упомянули, что это вот взаимоподдержка. Почему? Потому что тогда поколение понимает, что мы часть целого. То есть у нас сейчас индивидуализм, мы каждый сам за себя, а в природе такого не бывает. Мы либо в системе, мы либо вне системы. Вот. Поэтому если мы есть одна система, вот одно государство, там, один город, да, один двор, то есть мы есть частичка этого, мы должны взаимодействовать и вот жить вот в такой гармонии, взаимоподдержке. И вот, кстати, чтобы просто у нас не осталось это вот как вот мы просто обсудили каким-то, кто-то услышал, кто-то не услышал, давайте вот как задание, что ли, вот попробуй. Вот просто я для себя отметила, что есть у нас, допустим, тоже во дворе знакомые, но даже вот на расстоянии быстро куда-то бежит, глазки опустит, чтобы не отвлекаться, чтобы время не тратить. Мы же все время экономим. Вот. То есть вот такие моменты часто уже сталкиваешься с такими моментами. То есть если вот как задание, вот, допустим, сегодня, завтра отследить, обратить внимание, сколько раз мы видим своих знакомых или вот где-то вот во дворе, или в подъезде, или еще как-то, да, и сколько раз мы остановились, чтобы пообщаться, чтобы вот поинтересоваться. Вот такие вот, это буквально минуты 2, да, занимает в нашей жизни, но насколько они важны для отношений, вообще для вот какого обмена вот такого, да. И второе, конечно, это иерархия в отношениях. Вот вы говорите, да, вот о качествах, да. Это качества, они же формируются, когда есть вот эта иерархия отношений, когда знаем, что есть старшие, что есть равные, что есть младшие, и что у каждого есть своя роль, и что ты не можешь становиться на роль старшего со старшими, и ты не можешь быть равными вместе с младшими. То есть вот такие вот, эта иерархия дана природой опять-таки, но человек опять нарушает этот закон природы, и опять получается, что приходят вот эти страдания. Старшие начинают там тихо плакать, что с ними им грубят, или младшие начинают обжигаться потом в своей деятельности, в своей работе, потому что они не слушали старших или говорили с ними на равных, там, таких много, или конфликты между равными, потому что один себя ведет как старший, допустим, считая, что вот, то есть взаимодействие на равных, оно имеет определенные же законы, которые отражаются в речи. То есть, если ты поучаешь равного себе, то у того обида внутри возникает неосознанно. Вот. А если ты понимаешь, что он такой же, как и ты, и он знает такие, может быть, какие-то вещи знает он больше, чем ты, какие-то больше ты. И здесь происходит взаимодействие, взаимообмен, развитие. Вот так происходит. А когда мы начинаем ставить себя на место старшего, то это получается... Второй человек замолкает,
И взаимообмена не происходит, потому что младший не будет давать старшему. Это закон природы. Корни питают дерево, не дерево корни. Старшие питают младших, и младшие никогда не могут поучать старших. То есть вот это, казалось бы, такие вещи, они понятны в народе, да, но это не прописанные истины, и они не воспринимаются сейчас уже как, потому что, ну как, нас этому не учили в школе, ну, скажем так, да, вот, учат в школе чему? Только как деньги зарабатывать. Ну вот, если так. Вот, это те моменты, которые қаншалықты қазір айтып отырсың ақша табуды үйрену, иә, қаншалықты ол маңызды? Негізі дәл қазіргі уақытта мүмкін бір кездергі сол біз дұрыс үйретпегеннен үйдегі қаржылық мынау мәселелерді айтылмағаннан балаларға қазір мысалға жауапкершілік болмай, мүмкін өздері бір кәсібін жүргізе алмай, біраз қиындық көріп жатқан отбасылардың мүмкін содан да болар деп ойлаймын. Негізінде егер бізде ата-аналар отбасында негізінде қаржылық мәселелерді айтып отырса, қайсы ақша қайдан келді, ол ақша қайда жұмсалып жатыр, және әр нәрсенің өзінің бір жұмсалатын орны бар. Мысалға жарықты көп қолданбау, күндіз-түні мысалы жарық сөнбейтін кейде отбасыларда бар, теледидар күндіз-түні қосылып тұрады. Одан кейін компьютер қосылып тұрады күндіз-түні. Одан да бөлек мысалға осындай нәрселер өте көп. Мысалға су ағып тұрады босқа. Оны жабудың айтады ғой, судың да сұрауы бар. Иә. Мүмкін сол нәрсенің бәрі керек шығар, мүмкін оның бәрі кәдімгідей оның бәрі айтылу керек шығар. Сонда мысалға жауапкершілік бала кішкентай кезінен егер мойнына алып үйренсе, онда ертең де оның қаржылық мәселе туындамайтындай молшылықта, баршылықта өмір сүруіне мүмкін біз мүмкін неміз шығармыз, кінәлі де шығармыз деп ойлаймын да. Балалардың болашағында егер жаңағы осы ақша мәселесі айтылмағаннан, мүмкін бұл жерде де айтылу керек шығар. Әрине керек, но вот здесь вот момент опять не переходить в эту крайность, потому что это должен быть пример. Пример старших, как себя вести. То есть мы должны же начинать с самих себя. То есть, значит, у нас какие-то есть беспорядки в наших делах. То есть, когда есть вот эта несобранность, вот все что-то не успеваешь, где-то что-то рушится, здесь вот налаживаешь, а здесь, как говорится, с рук валится, допустим. Тут вроде пока деньгами занимаешься, семья разваливается, там вот какие-то, когда вот такие вещи происходят, это же отсутствие баланса, отсутствие гармонии, или указывает природа на то, что ты движешься не в том направлении. Вот. И здесь нужно, конечно, следовало бы человеку понимать самого себя. Когда человек понимает себя, что он, где у него дисбаланс, что он не так делает, и когда он себя приводит в порядок, тогда он может дальше, уже даже собственным примером уже он воспитывает. То есть дети всегда же смотрят сначала же на родителей. Это же уже избитый такой пример из педагогики, что сколько бы вы детям не говорили, что нельзя курить, но если ты сам куришь, то твой сын за углом, но тайком это сделает. То есть здесь вопрос о самом человеке. Если же сама женщина, она спокойна, уравновешена, в гармонии, то есть она с радостью все делает, ей хорошо, она же это излучает вовне. У нее семья вся этим питается, она питает эту семью, и у нее семья будет счастливая, а они, соответственно, потому что когда вы даже вот, допустим, в окружении, вы если видите счастливого человека, да, вы же хотите, вы к нему тянетесь, вы хотите к нему прикоснуться и вот этого счастья чуть-чуть попробовать. Вы хотите с этим соприкоснуться и научиться, а как это происходит. То есть, когда ты сам гармоничен, наполнен, то ты можешь давать, то ты можешь это передать, излучать, и люди сами к тебе будут тянуться. Но пока у нас такое общество, оно больше паразитарное. Мы все пытаемся взять, ухватить, и
И, конечно, мы будем потом и терять, потому что по закону сохранения энергии, если ты где-то берешь, то ты где-то будешь терять. И, соответственно, это такой вот замкнутый круг таких страданий, и не поймешь, а когда же это все уже закончится. А тогда, когда ты найдешь вот этот вот баланс и гармонию со своим внутренним я, со своим сердцем, когда ты будешь по совести все делать, качественно, то есть если ты что-то сделал, но внутри у тебя кошки скребут, ой, а вообще-то так совесть мучить начинает, да, то естественно, оно уже страдание пошло. То есть когда внутри совесть спокойна, как говорится, все в гармонии, да, то ты же делаешь, что ты делаешь лучше и лучше, больше и больше, то ты хочешь давать. Вот это оно идет в первую очередь, вот эта вот гармония. И когда вот один человек счастливый в семье, то вся семья счастливая. А если семья счастливая, то и рядом, кто контактирует с этой семьей, счастливый. В подъезде все счастливы, потому что каждый член этой семьи, он излучает эту радость. И, соответственно, оно идет дальше, дальше. Вот оно, государство. То есть нам надо побольше вот таких семей, да, и вот тогда будет вот такой вот, как вот наши, допустим, предки жили, да, гармония. Өте жақсы айттық. Енді біздің бүгінгі қазіргі осы диалог, біздің алаңымызды қала тұрғындары тыңдайды, аналар тыңдайды, әкелер тыңдайды, ата, әжелер тыңдайды, отбасы, одан да бөлек мысалға барлық осы кең деңгейде барлығы тыңдауына мүмкіндік бар. Балаларды тыңдайды. Енді біз нақты бір не берейікші, методика берейікші осы ретте. Мысалға көпшілігінде менді ана ретінде, егер мен сұрақ қойсам, әке ретінде, мысалға әкелер сұрақ қоятын болса, мектеп әкелердің жаңағы несі бар, кеңесі бар, аналардың кеңесі бар. Көпшілігінде мынау мектеп жиналыстарына барған кезде, жаңа колледждерде, университеттерге барған кезде ата-аналар айтып жатады, қиын баламен қалай жұмыс жасау керек, отбасындағы кикілжіңді қалай жою керек, болдырмау керек. Біз көп нәрсе жақсы әңгімелер қазір мысалға айттық. Біз нақты әдіс тәсілдер беріп өтеге осы жаңағы біздің іс-шарамызды пайдалана отырып, осы қазір кеңінен бұл енді тарайды YouTube каналында, сондықтан да берсек осы жерде нақты нелер, әдіс тәсілдер. Мысалға жаңағы отбасындағы дәстүрді айттық, ол жылулық береді, ұйымшылдыққа, бір-біріне жақындатады. Ол бір баланың санасындағы бір кездегі мысалға отбасындағы бір бақытты сәттерден жадында ол сақталып қалады. Мысалға бұл дәстүрді мен өзімнің отбасымнан алдым. Өйткені мен өзімнің кішкентай кезімде өзіңнің отбасыңда қалай болып еді деп мысалға деген сұрақ ойға келген кезде бірден мен өзім есімде, ол 10-12 жасымда ата-анам сенбі жексенбі күндері бір тамақ дайындайтын, тағам дайындайтын, барлығы бірге дайындайтын. Мысалға балалар көмектесетін, соның айналасында біз жүретінбіз соның. Мысалға жаңағы айтады ғой, жаңағы қолмен жасайтын тағамдар көпшілігінде қазақтың дәстүрлі еті мысалға, қамыр илеп жатса анасы, сосын нарын турау, етін майдалап үгіп турау, ол өте майда болса дәмді болады, өте шашпа кәдімгідей нені қамырды өте майда турайтын болса, ол өте әдемі болады, жаңағы дәмді болады деген секілді. Мысалға соны балаларға соны ішкізу, сорпасын мысалға құрт қосып, айран қосып ішкізу қандай дәмді, мысалға қандай әдемі өзіміздің қазақ жаңағы тағамдар. Сол нәрсені ойлаған кезде ол отбасылық дәстүр ғана, отбасылық жылулық, отбасылық бір сол кездегі бір бақыт қана емес. Ол біздің ар жағында дәстүріміз, ар жағында мәдениетіміз, оның ар жағында өзіміздің қазақы тағамдарымыз мысалға. Соның бәрі көз алдың елестеді. Одан кейін мысалға отбасында бізде қонақ келіп, я болмаса бір жиын мерекелерде, кішігір мерекелерде Шәмшінің әндерін орындайтын. Мысалға сол әнді қазір айтылып жатса, менің балалық шағым көз алдыма елестейді. Мысалға психологияда бұл өте жаңағы якорь дейді ма? Ресурс деп айтады, мысалға. Ол бір кездегі жаңағы музыканы тыңдау арқылы сол өткен шаққа саяхат. Қуат келеді. Мысалға бойың қуаттанасың, қуанасың, жүрегің бір жылып қоя береді, бірден күліп жаңағыдай, басыңдағы сол кездегі бір қандай да бір мәселелер болып жатса, болмаса бір шаршап жүрген болсаң, ұмытылып кетеді.
Одан да бөлек мысалға психологияда Либих 19 ғасырда мысалға өмір сүрген адам айтады, өмірден түңіліп кетіп мысалға бір күйзеліске ұшыраған адамға балалық шағыңдағы бақытты сәттеріңді еске ал дейді. Сол арқылы жаңағыдай тартып алу керек, іліп алу керек. Мысалға да бір болады ғой, бір өмірде бір нәрседен сен қақты дейді, Құдай қақты дейді. Құдай қақты сені. Болады ғой, бір қиындық болды, сен бірақ одан шығып кеттің. Шүкіршілік ет дейді. Мысалға, шүкіршілік ет, тәубе деп айтады. Сол нәрсені мысалға қадірлей біл. Мысалға, осы нәрселерді мысалға мен методиканы мен өзім қолданамын. Алдыма келген кісілерге бақытты сәттеріңізді еске алыңыз. Қандай сәттеріңіз болды? Кей жағдайда қарап отырсаңыз, балалық шағындағы бақытты сәттерін еске ала алмайтын адамдар болады. Айтады, мектепті бітірдім, жақсы бітірдім, оқуға түстім, үйлендім, балалы болдым дейді, дағы сол босанған кезде кішкентайлы болғанын айтады. Сонда 25 жыл қайда өмір сүрдіңіз деп ойлайсың? Қайда өмір сүрдің? Бірде-бір бақытты сәтті көз алдына елестетіп айта алмайтын адамдар да болады кейде мысалға. Соған қарағанда біз қазір соған нақты отбасылық дәстүр, отбасылық жаңа ғұрып деп айтайықшы, сол балалардың санасында қалып қоятұғын, жадында сақталатұғын бір мықты жақсы тәсілдер берсек, методикалар берсек. Вот, если говорить о том, что вы сейчас упомянули, да, то в действительности, конечно, жизнь, она же как Земля, два полюса, все имеет полюсы, плюс, минус, хорошее, плохое. И в жизни не может быть только одни плохие вещи, всегда есть хорошие, всегда есть какой-то баланс. Другой вопрос, как на чем мы акцентируем свое внимание, на что мы хотим видеть, что мы не хотим видеть. И в этом отношении вот это очень будет хорошая методика, если вы заведете себе дневник радости и будете записывать каждый день туда яркие моменты, которые происходят в вашей жизни, лучшие моменты или вот какие-то победы, какие-то достижения, что-то вот хорошее произошло, вы записали. То есть дневник, где вы записываете только все хорошее. И этот дневник и будет тем самым ресурсом в те моменты, когда у вас будут сложные задачи или какие-то вот действительно страдания, да? Открываете этот дневник и вы оттуда просто этот источник, вот это, понимаете, как вот свежий воздух, так свежая вода, все вот это вот энергия, вы оттуда будете, напитаетесь этой силой и прекрасно решите эту задачу. А если это не как дневник победы, вы любую проблему разрешите на ура или любое достижение достигнете любых высот, вот так, если взять. То есть на сегодня мы с вами, да, вот получается уже такие три совета, которые мы сегодня упомянули, вы будете, если использовать, это создание традиции в семье, которая даст такой тоже ресурс не только для семьи, но и для следующего поколения. Это дружелюбное общение с каждым вокруг себя, начиная с соседей и вообще прохожими, с которыми вы сталкиваетесь более чем 2 раза. Вот. И третье, это вот ведение такого вот дневника, вот, то уже буквально за 2 недели вы почувствуете вот разницу в вашей жизни. Намного вот я думаю, наверное, даже хорошо было бы, да, попросить, чтобы были отзывы через 2 недели регулярных таких вот исполнений таких вот советов, да, как у людей бы поменялась жизнь. Сосын мысалға отбасындағы бір дағдыларды қалыптастыру дегенді қосқым келіп отыр. Өйткені бізде көпшілігінде айтып отырмыз ғой, таңертең ерте тұрудың орнына мысалға түні бойы смартфонда отырып, таңертең күні бойы ұйықтап, жаңағы өзің айтып өткендей өмірлік негізгі мынау дағдыларымыз өзгеріп кеткен кезде, ол кезде жаңағы дұрыс емес деп. Өйткені қыстан кейін жаңағы жаз келмейді ғой, көктем келеді. Мысалға жаздан кейін қыс келмейді, мысалға жаздан кейін күз келеді. Яғни оның өзінің орындары ауыспау керек, табиғи. Мысалға сондықтан да осы туралы кішкене бір толығырақ айтып өтсек, Да, это законы природы. Мы не пойдем же зимой раздетые на улицу. Вот, соответственно, или не оденем же шапку в 30-градусную жару. То же самое, то, что мы сейчас в большинстве случаев делают,
в основном вот поколение, мы нарушаем законы природы. Мы не спим ночью, но мы спим днем, да. И потом мы удивляемся, как наша жизнь пролетела и почему так произошло. У нас столько было планов, но мы ничего в жизни не сделали. Если вот так вот посудить каждого человека, если спросить, а что ты сделал в этой жизни? Вот вы просто каждый себе задайте этот вопрос, подумайте, а что я сделал в этой жизни? И сколько у меня еще осталось времени? Если отнять сон, если отнять все вот эти заботы, которые являются обязательствами, то есть обязанности, они же у каждого человека. Это содержание семьи, забота о младших и, в принципе, вот это пропитание, оно у каждого. И каждый этим занимается. Но одни выполняют что-то, делают в этой жизни, а другие так и остаются в этой рутине, затянутые. А все потому, что это дисциплина, соблюдение, это режим дня в первую очередь. То есть есть во многих, если обратить внимание, допустим, то, как жили раньше люди, вставали с солнышком, ложились с солнышком. Почему? Потому что солнце дает энергию на то, чтобы ты что-то делал. И ночью ты не сделаешь это так же эффективно, как ты это сделаешь днем. Если ты днем сделаешь это за какие-то определенные минуты, то ночью тебе на это уйдут часы. То есть время, оно должно тоже быть учтено. Вот мы говорили сегодня о материальных ценностях, о деньгах, о том, что мы пытаемся все заработать, разбогатеть. Но на уровне Вселенной валюта – это время. Потому мы в свое время тратим или вкладываем. Вот это вот нужно понимать, что время, оно каждому дается в сутки всего 24 часа. Вот вам, вот представьте, банк выдает, на сегодняшний день вам выдает 24 часа. На что вы их потратите? Что вы, как вы проживете этот день? Посидите ли вы в смартфоне? Или посмотрите там сериал перед телевизором, или вы что-то сделаете полезное не только для себя, но и для общества в целом. Вот смотрите, вложение – это когда вы делаете полезное для всех. Вот мы говорим о том, что мы взаимодействуем, что мы являемся частичками общества, но как много мы друг для друга делаем. И вот это и есть вот этот момент вложения, что мы не пришли сюда как какие-то там муравьишки, там, ну, и то там дисциплина, да. Я имею в виду, что мы, как люди, мы должны прожить это как люди свою жизнь. Вот в таком смысле. Вы задавали же вопрос относительно, какие у меня в семье традиции, да. И поэтому для меня вот традиции это сохранение дисциплины. То есть, как я уже говорила, что традиция – это такая дисциплина в игровой форме, что мы занимаемся какими-то вот беседами, вещами духовно-нравственного плана с утра. Вот. Занимаемся интеллектуальными какими-то, учим уроки, либо познаем что-то, либо я где-то какие-то вещи там свои по работе делаю, мы делаем до обеда. Обед – это у нас чисто общение. Вот, мы с семьей общаемся, мы обязательно собираемся, обсуждаем где-то какие-то планы. Это для нас вот это часы с 12 до 3, это для нас часы семьи. Вот. И после обеда уже мы можем там сын там на велосипеде катается, он играется на улицах. Это такие вот, я занимаюсь дома и там уборкой. Почему? Потому что это такие вот часы физической активности. Вот. И вечером уже просто отдыхаем. То есть для нас традиции это вот соблюдение вот такого вот распорядка дня. И тогда у нас вот, ну, по крайней мере, у меня какого-то стресса, который я раньше испытывала, вот, когда училась, там вот какие-то вот такие границы, ограничения. Вот, сейчас такого не происходит. Как-то более-менее баланс, он дает это спокойствие. Жақсы. Мен де қосып өтейін. Негізінде дастархан басындағы отбасының бірге отырып өткізген уақыты өте маңызды, өте сапалы болу керек деп айтқым келеді. Өйткені көп отбасылардың мысалға отбасылық жаңа дастархан басындағы кездесуінде басқа уақытта кездесуге уақыттары бола бермейді ғой. Мысалы дастархан басында кездеседі, апта бойында, таңертең, түсте, кешке. Осы ретте сен мысалы ол бала қайда жүр,
бүгін сен неге 2 алып қойдың, сабағың дұрыс оқымадың, я болмаса неге сен жаңағы смартфоныңды жоғалттың, болмаса тағы да басқа ыдысты неге жумадың деген секілді жаңағы ұрсып бір-бірімен жаңағы жанжалдасып, я болмаса кикілжің орнататын орта емес, керісінше дастархан басы ол киелі жер. Ол жерде тек қана жақсы әңгімелер айтылу керек. Тамақ ішеміз ғой, өйткені тамақ ішіп отырған кезде ол сіздің асқазаныңызға, яғни денсаулығыңызға барады. Сол қандай оймен, қандай сөз айтылды ол жерде, осыған өте мән беру керек деп айту керек. Одан кейін мысалға өзімнің осы тәжірибе барысындағы көп жағдайда отбасының бір-біріне деген жылулығы жоқ, бір-бірімен араласпай кеткен, мысалға ер балалардың үйленбей, қыз балалардың тұрмысқа шықпай қалған отбасылармен кездескенінде көпшілігінде олар бір-бірімен мүлдем сөйлеспейтін отбасылар болып шықты. Өйткені дастархан басында емес, әрқайсысы өзінің жаңағы ыдысын, тамағын алып бөлмесіне барып, өзінің жаңағы смартфоны бар, теледидары бар, компьютер бар, соның алдында отырып тамақтанады. Яғни отбасы бір-бірімен отырып бір дастарханда тамақтанбайды екен. Міне бұл үлкен жаңағы қателік, сондықтан да бұл тағы да бір біздің беретұғын неміз болсын, әдісіміз болсын, дастархан басында бір-біріне мысалға бір сондай дәстүр болса, аптасына, жұмасына бір рет, осы аптада сен мысалға өте жаңағы ыдыс жууға уақытысында көмектестің, я болмаса сенің осы келіп мысалға жақсы сөз айтқаның, я болмаса келіп мысалға бір қамқорлық жасағаның, я болмаса келіп жаңағы көмектескенің, менің сұраған дүниемді әкеліп бергенің үшін рахмет, бір-біріне ризашылық білдіру. Өзінің әрбір үйдегі отбасы жандарының жақсы қасиеттерін айтып өту. Мысалға, Мира, сенің маған осы қамқорлығың ұнайды. Сен үнемі қамқор болуға дайын болып тұрасың. Қай уақытта мен саған хабарлассам да, сен маған жауап беріп, мен сұраған көмекке үнемі жаңағы көмек беруге аянбай тұрасың. Сол үшін мен саған ризашылығымды білдіремін. Я тоже хочу вас поблагодарить, потому что вы как старшая для меня всегда, вот как Ольга Болоб, я знаю, что я могу всегда что-то позвонить и послушать вас, и для меня сразу много идей, каких-то размышлений, как источник. Вот. Я вам за это очень благодарна. Рахмет. Я солай бір отбасында да осылай бір-бірімізге алғыс, бір-бірімізге ризашылығымызды жиі айтып отыратын болсақ, онда бір-бірімізге деген жылулығымыз кетпейді, яғни бір-бірімізге деген бауырмалдығымыз арта түседі екен.